12 лекция. Бастауыш мектеп оқушыларының жас ерекшелік кезеңдері және психопедагогикалық ерекшеліктері. Мақсаты: мектеп оқушыларының жас ерекшелігіне қарай және жеке басына тән ерекшеліктер туралы түсінік қалыптастыру. Міндеттері: мектеп оқушыларының жас ерекшелігінің кезеңдеріне сипаттама беру. Мектеп оқушысының жеке тұлғасының өзіндік ерекшеліктерін ашу. Егер педагогика адамды барлық жағынан тәрбиелегісі келсе, онда оның адамды барлық жағынан тануы да керек. Ушинский. Оқушылардың жас ерекшелігі. Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық, физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан педагогика және психология балалардың жас ерекшеліктеріндегі ширақтықты, өзгерімпаздықты айқындайды. Тәрбиеленушінің және қоршаған ортамен жасайтын қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап көрсетеді. Қазіргі заманғы ғылымда адамның жас ерекшелігіне қарай оның даму кезеңдерін төмендегідей бөледі. Туғаннан 1 жасқа дейінгі бөбектік кезең. 1 мен 3 жас арасындағы сәбилік кезең. 3 пен 7 жас арасындағы мектеп жасына дейінгі кезең. Оқушылардың дамуының жас кезеңдері. 1. Бастауыш оқушылар 6-10 жаста. Сыныптар 1-4. 2. Орта жеткіншек, яғни 11-14-15 жастағы балалар. Сыныптары 5-ден 9 сыныпқа дейін оқитындар. 3. Жоғары 15-18 жасар. 10 және 12 сыныпта оқитындар. Жас кезеңдерінің бұдан кейінгілері. Кемелдену 22 жастан 60 жас аралығы. Егделік 61-ден 74 жас аралығы, яғни 2 кезең. 3 кезең. Кәрілік 75-90 жас аралығы. Оқушыны дамытатын қарама-қайшылықтар. Сана мен тәртіп, сана мен сезімдер арасындағы, парыз бен мінез құлық арасында, қызығулар мен мүмкіндіктер арасындағы, үлкендерге ұмтылу және жаңа қажеттіліктер арасындағы, жаңа мәдени жағдаятқа сай, жаңа мінез талапкер құқық нормалары арасындағы, бұрынғы мүмкіндіктер мен жаңа қажеттіліктер арасындағы, танымның жаңа міндеттері мен ойлаудың бұрынғы тәсілдері арасындағы. Бастауыш мектеп жасындағы бала үшін ең маңыздысы мұғалім. Бастауыш сынып жасындағы баланың салмағы 1 жаста 2-7 килограмм өседі. 6 жастан 12 жасқа дейінгі аралықта бала денесінің салмағы 2 есе артып, 18 килограммнан 36 килограммға дейін артады. Осы жаста бала миының көлемі де ұлғаяды. Яғни ол 5 жаста үлкен адамның миының 90%-дай болса, 10 жаста 95%-на тең болады. Бастауыш мектеп оқушыларының психопедагогикалық ерекшеліктері. Жүйке жүйесі жетіле түседі. Тежелу кемде, қозуы күшті. Танымдық іс-әрекетті тікелей оқумен байланысты. Психикасы жедел дамуға келеді. Зейіні ырықсыз, тұрақтылығы кем шектелген. Қабылдау тұрақсыз, ұйымдаспаған, көрнекі қызығушылық басым. Бала еңбегін ойын үдерісімен байланыстыра ұйымдастырған ұтымды. Бала мектеп табалдырығын атағаннан кейін оның әлеуметтік жағдайы өзгереді, бірақ ішкі әлемі, психологиясы әлі мектепке дейінгі қалыпта болады.
баланың ең негізгі іс-әрекеті әлі де ойын, сурет салу, ойыншықтарды қарастыру болып қала береді. Оқу іс-әрекеті әлі де дамуды қажет ететін деңгейде болады. Оқу іс-әрекетіндегі тәртіп сақтаудағы қажетті іс-әрекетке еріктілік беру алғашқы кездерде жаңа мүмкін болады. Бұл кезде балаға жақын арада істелінуі тиіс мақсаттар және оның күш алуын қажет ететін тапсырмалардың мөлшерінің аздығы түсінікті болады. Оқу іс-әрекетіне ерікті түрде назар аударту ол балаға жеңіл тиеді. Педагогикалық қарым-қатынаста балаға қарым жымиюы баламен диалогтың ең қажетті құралы болып табылады. Сөйлесетін адамын неғұрлым кішкентай болса, ол өзінің іс-әрекетіне үлкендердің соғұрлым үнсізде жылы жымиысына баға беруін қажетсінеді. Тек қана оқу процесінде емес, жай қарым-қатынастарда да бастауыш сынып жасындағы балалар мен жасөспірімдерді жылы жымиыспен ынталандырудың маңызы зор. Сондықтан да педагогтың вербалды емес қарым-қатынаста өз бет әлпетінің жылылығымен әсер етуге сарандығы бала мен педагог арасындағы онсыз да үлкен жасайырмашылығын одан сайын қашықтатпайық. Нақыл сөздер. Макаренко. Адамды тәрбиелеу демек, оның ертеңгі қуанышқа ие болатын келешек жолында тәрбиелеу. Екінші нақыл сөз. Мүсіров. Бүкіл азаматтың келешегі жас жеткіншектердің қандай идеал негізінде тәрбиеленуіне, қалай өсуіне, кемелдеуіне байланысты. Назарларыңызға рахмет.